Астана қаласында атаулары орысша жазылған асханалар көп екен. Соның бір-екеуінен кіріп тамақ іштім. Ішін қарасам, ішінде толған қазақтар тамақ ішіп отырған. Сол асханалардың қожайындары өзіміздің ауылдан шыққан қарапайым қазақтар екен. Қазақша сөйлейтін. Сосын қожайына келіп жай айттым, тамақ алып жатып. Мына асхананың атын неге орысша жазғансыздар? Қазақсыздарға өздеріңіз. Неге қазақша жазбадыңыздар десем, ой, мұнда орыстар бар ғой. Орыстардан ұят болады ғой дейді. Қазақша жазсам. Орыстардан ұят болады ғой дейді. Бір жағынан біз бизнес жасап жатырмыз солардың арқасында дейді. Енді Астанада 80% қазақ қой. Сондай жаңағы бір көк тиын үшін өзі отанын, елін, намысын сатып жүрген осындай тексіз қазақтар бар. Өздері ауылдан шыққан, қазақша сөйлейді, сондай қазақи, бірақ орыс десе жалтақтап тұрады ғой. Кафенің атын қазақша қойып, енді масқара. Осындай құлдық санадан қашан құтыламыз? Қазақтар қазақша сөйлейді, қазақ болайық, ел болайық та.